Достар, сіздермен бүгін етсіз гречкадан котлет жасайтын боламыз. Өте тамаша шығады, жасап көріңіздер. Ал бисмиллах деп гречкамызды суға қойып, картошкамызды ашып алып, осылай жұқа-жұқа қылып турайтын боламыз. Бізге тез пісу керек, сол үшін осылайынан жұқа-жұқа қылып турап газымызға қоятын боламыз. Суымызды құйып, газға қойып пісіріп алатын боламыз. Осындай картошкамыз бен гречкамыз дайын тұр. Ыстықтай осылайынан езіп алатын боламыз гречкамызды. Бірінші картопымызды есеміз, жақсылап езіп алу керек. Одан кейін гречкамызды араластырып отырып, ыстықтай осылайынан салып, бір келкі қылып езіп алатын боламыз. Осылайынан бір келкі қылып жақсылап езіп алып, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Тұзымызды, бұрышымызды сеуіп, одан кейін бір жұмыртқа салып жердім мен. Бұл жер түспей қалыпты. Бір жұмыртқа салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Жұмыртқа бізге жаңағы бірігуіне көмектеседі. Осылайынан котлетімізді жақсылап котлет қылып, ұнға араластырып, осылайынан дайында болатын боламыз. Қолымызды сулап жерсек болады. Өйткені картошкамыз бен гречканы араласқанда жабысқақ масса дайын болады. Осылайынан қызып тұрған майымызға салып, екі жағын қып-қызыл қылып пісіріп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бұдан да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздер қалай істейсіздер, комментарияға соны да жаза кетіңіздер. Жақсылап екі бетін бірдей қылып қызарып аламыз. Бұл жерде көп ұстамаймыз. Қызып тұрған майымызға екі жағын бірдей қылып қып-қызыл етіп пісіріп алатын боламыз. Осылайынан барлық жағын пісіріп, мінекейімізде осындай сұлулық шықты. Осындай соуспен жесеңіздер дәмді болады. Рахмет.